Көктем кезі жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін шағы деп бекер айтпаған. Өйткені көктемде денсаулығы әлсіз адамдар ауырып қалса, денсаулығы мықты адамдарға иммунитеті төмендеуі мүмкін. Сондықтан осы сөз шыққан. Ал енді сіз көктем кезінде өзіңіздің иммунитетіңізді көтеріп, ал тұмау тисе қалай емдей аласыз? Бірінші, үйде қолдың қайнатылған сүтіне бір қасық балды салып, езіп ішіп алсаңыз, енді ғана тиген тұмауды сап тияды. Ал екінші, пиязды қайнатып, оның суына және де бір қасық бал саласыз. Оны да істетуге болады. Осылардың бәрі сіздің тұмауыңызды тез айықтырады. Ал үшінші, сіз біздің нүктелерді үйреніп алыңыз. Бірінші нүкте тұмаудан, тамақ аурудан қорғайтын. Осы бас бармақтың аяқталған жеріндегі осы нүктені қатты уқалап, басып жіберсеңіз, тұмаудан айығасыз, тамағыңыздың ауырғаны басылатын болады.